Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Видеодағы барлық ақпараттар интернеттен алынды. Бүгінгі видеода Канело Альварес туралы балалық шақ тарихы және оның өмірбаяны туралы фактілерін оның балалық шағынан бастап бүгінге дейінгі маңызды оқиғалардың есебін ұсынады. Бәрі біледі, ол кәсіпқой бокстағы ең жақсы контрлердің бірі. Алайда бірнеше адам ғана Канело Альварестің өмірбаянын қарастырады. Ол өте қызықты. Енді бұдан әрі ескерусіз бастайық. Сауль Альварес Мексиканың Гвадалахара қаласында 1990 жылы 18 шілдеде дүниеге келді. Анасы Мария Бараган және әкесі Сантос Альварес. Отбасында 8 ағайынды. Канело фермерлер отбасында еркін рухты бала болып өсті. Алғашында ат спортымен айналысты. Ағалары бокс әлеміне барғанда Канелоның ойына боксшы болу келмеді де. Қатарластарының оның қызыл шашына, қозғалт терісіне кемсітпеу үшін Канело бокспен тек 13 жасында 2003 жылы айналыса бастады. Бокспен айналысу Канелоның көп уақытын жоғалтты және мектептегі біліміне кері әсерін тигізді. 2004 жылы жасөспірімдер арасында Мексика чемпионатында күміс жүлдегер атанды. 2005 жылы Мексика бойынша чемпион болды. Оған жасөспірімдер арасында теңгелер қарсылас қалмады. Осылайша сол жылы кәсіпқой рингке ауысты. Өзінің ерекше түріне байланысты ол Канело деген лақап атқа ие болды. Алғаш оны өзінің бапкері Хосе Рейносо атаған көрінеді. Кәсіпқой бокста алғашқы 2 жекпе-жегін нокаутпен аяқтады. 2006 жылы болашақ жеңіл салмақ чемпионы Мигель Васкеспен кездесіп, төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Осылайша кәсіпқой бокс әлемінде өз атын жаза бастады. Канело әкесі Сантос Альваресті үлкен қайраткер санайды. Әкесі фермерлер отбасынан шыққан. Әрқашан жекпе-жек алдында бокс лагеріне барып, оның жеңіске жететініне сендіріп отырған. Анасы Мария Бараган ирландиялық отбасынан шыққан. Канелоның ерекше қызыл шашы сол анасынан берілген көрінеді. Канело кәсіпқой бокста ең көп бауырлары бар боксшы. Оның 6 ағасы да кәсіпқой бокспен айналысады, бірақ аз танымал. Жалғыз әпкесі бокспен шұғылданбайды, бірақ бауырларын әрқашан қолдап жүреді. Канело өте эмоционалды, өршіл және жеке өмірі жайлы көп айтқанды жақтырмайды. Ат спорты, кино қарау және достарымен, туыстарымен табиғатта серуендеу оның қызығушылықтарына жатады. Канело сәнді өмір сүргенді ұнатады және оны дәлелдейтін Гвадалахарадағы бірнеше миллион тұратын үйі, сондай-ақ 8,3 миллион фунт стерлингтен қымбатқа бағаланған автокөліктер жиынтығы. Оның гаражында Bugatti Chiron, Mercedes G63 AMG 6x6, Porsche 911 GTS, Lamborghini Colorado автокөліктері бар. Кәсіпқой боксшы отбасын құрмаған. Соңғы кездескен арулары Нелда Сипулведа, Марисол Гонсалес, Синтия Родригес. 2018-ден бері Фернандо Гомеспен кездесуде. Канело 2019 жылы ең көп гонорар алған боксшылар қатарында. Атап айтқанда, Дэниел Джейкобспен жекпе-жекте $36 миллион, Сергей Ковалевпен $35 миллион және Дэниел Джейкобспен алғашқы кездесуде $10 миллион тапты. Осылайша 3 кездесуде көп гонорар алған алғашқы 10-қа кірді. Альварес татуировкаға қатты қызығатындар қатарынан, оның қолында әйгілі алғашқы махаббаты Эмилидің суреті бейнеленген және тағдырына байланысты керемет сөздерді денесіне түсірген. Соңғы уақытта Канело атауы боксшының атымен жаңылыстырылып жүр. Керісінше, Канело сөзі бұл қызыл шашты адамдар арасында жиі кездесетін лақап ат болып табылады. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Комментке келесіде қай спортшы жайлы видео мәлімет білгіңіз келетін жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған ERA-X арнасы. Келесі кездескенше.